Сәлем, менің сүйікті 6 сынып оқушыларым. Бүгін біз 6 тарауымызды ары қарай жалғастыратын боламыз, яғни Unit 6 Travel and the Holidays тақырыбында сабағымызды бірге орындайтын боламыз. Олай болса, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар оқушылар. Ендеше, on page 72, vocabulary and the listening with the conditions. 72-ші бетте бізде сөздік және тыңдалымға байланысты тапсырмалар берілген with the conditions, яғни ауа райына байланысты жағдайларды өтетін боламыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз оқушылар. Exercise 1. Match 6 of the words in the box with the photos, then listen and check. Оқушылар, бұл жерде 6 сурет беріп қойған, ауа райына байланысты 6 суретті көріп тұрмыз. Енді қазір біз үстіндегі сөздерді осы 6 суретке сәйкестендіріп жазып шығу керекпіз. Бірінші суретке қараймыз, ол бізде snowy. Snowy қарлы дегенді білдіреді. Екінші суретте бізде sunny. Sunny ол күнді дегенді білдіреді. Үшінші сурет бізде жаңбырлы, оны біз rainy дейміз. Төртінші сурет stormy, яғни найзағай болып жатыр. Бесінші сурет foggy, тұман, және соңғы сурет 6-шы icy. Ice, яғни мұзды айтамыз, ice деп icy болады. Міне осылай бірінші тапсырманы орындаймыз. Келесі exercise 2. Work in pairs, mime and guess with the words in exercise 1. Бұл жерде оқушылар бірінші тапсырмадағы сөздерді қолдана отырып, жұбыңызбен бірге сыныпта, яғни сұрақтар қою арқылы, оны жауабын мимика арқылы түсіндіру арқылы ойнауға болады. Яғни сұрақ жауап ретінде ойнасаңдар болады. Мысал ретінде сұрақтар қойып кеттім, ауыстырып та қоюға болады. Is it rainy? No, it isn't. Is it stormy? Yes, it is. Is it foggy? No, it isn't. Яғни осылай сияқты сұрақтарды қойып ойнауға болады оқушылар. So next exercise 3, study strategy, nouns from adjectives. Match the nouns with adjectives in exercise 1. Which word doesn't change? Бұл жерде оқушылар зат есімді біз сын есімге айналдыру керекпіз. Ол үшін бірінші тапсырмадағы сөздерді қолданып жазып шығамыз. Яғни бұл жерде қай сөз өзгермейді, соны бізден сұрап тұр. Бірінші wind, windy, storm, stormy, rain, rainy, sun, sunny, snow, snowy, cold, cold. Яғни cold сөзі өзгермейді, Heat, hot, cloud, cloudy, fog, foggy, ice, icy. Бұл жерде өзгермейтін сөз тек қана cold. Келесі exercise 4. Look at the photo and listen to an interview with Ken Ford. Choose the correct answer. Бұл жерде тыңдалым берілген балдар. Мен тек қана қазір дұрыс жауабын айтып өтетін боламын. Ken Ford is going to study C жауабы ice in the Antarctic in the summer. Міне осылай 4-ші тапсырманы жазып аламыз оқушылар. Келесі exercise 5. Listen again and write true, false, correct the false sentences. 5-ші тапсырмада да тыңдалымға байланысты, яғни шындық сөйлем шындық болса true дейміз, жалған болса false деп жазып қояды екенбіз. Мен жауабын жазып кеттім. Бірінші сөйлем бізде true, яғни дұрыс, екінші сөйлем true, үшінші сөйлем бізде true, төртінші сөйлем false, дұрыс емес, және дұрыс жауабын жазып кеттім. It will be very cold in November. Бесінші сөйлем true, дұрыс, және алтыншы сөйлем false. He is going to take his satellite phone. Яғни дұрыс жауабын жазып кеттім. Келесі астындағы тапсырма exercise 6. Activate, work in pairs, ask and answer questions about the weather. Use the phrase in the box and the words in exercise 1 and 3. Бұл жерден қорапшаның ішіндегі сөздерді қолданып отырып, сұрақ жауап ретінде жұбыңызбен диалог құрады екенбіз оқушылар. Мен қысқаша ғана жазып кеттім, өзгертіп жазуға болады. What's the weather like today? It's cold and snowy. What is the weather like in summer? It's usually hot and there is sometimes windy. Яғни мына жерде қалдырып кетіппін, windy деп қосып қоямыз оқушылар. Міне осылай тапсырманы орындап шығамыз. Орындап болсақ, келесі бетті ашамыз. On page 73, language fox, will and want. Яғни бұл жерде балдар грамматикалық тапсырма. Will деген бізде келер шақтың көмекші етістігі, ал want дегеніміз will not қосындысы, яғни will деген біз болашақта болу керек нәрсені айтамыз, ал want деген болмайтын нәрселерді айтамыз, яғни ол бізде негативті сөйлем шығарған кезде want болады. Бірінші тапсырма exercise 1. Complete the sentences from exercise 5 on the page 72.
2. Then answer the questions. Бұл жерде тапсырманы біз алдыңғы беттегі 5-ші тапсырмаға қарап орындайды екенбіз оқушылар. Бұл жерге қойып шығу керекпіз. Бірінші бізде is going to қоямыз. Екінші, яғни Ken is going to talk to the South Pole. Екінші, he won't see polar bears. Үшінші, he thinks he will see penguins. Төртінші, it will be very windy there. Бесінші, he is going to take his mobile phone. Және астына сұрақтар берілген. Which two sentences are plans? Яғни қандай екі сөйлем бізде жоспарды білдіреді? Ол 1 and 5. Бірінші және бесінші. Екінші, with 3 sentences are predictions. Ол бізде 2, 3 and 4. Қай сөйлемдер, иә? Және соңғы сұрақ, what is the negative form of will? Willдің болымсыз түрі қайсы? Ол бізде want. Яғни want. Деп жазып қоямыз оқушылар. Next, exercise 2. Match the questions with the answers and complete the rules. Сөйлемдерді 3 сұрақты, сол сұрақты астындағы жауаппен сәйкестендіру керекпіз, және астындағы ережені толықтырып жазу керекпіз. Яғни бірінші, will he see penguins? Жауабы B. Yes, he will. Екінші сұрақ, will it be windy? Жауабы C. Yes, it will. Және үшінші, will polar bears attack him? Жауабы A. No, they won't. Енді сұраққа ережеге келетін болсақ, rules in question with will, the word order is will plus noun, pronouns plus verb. Екіншісінде, in short answers, the word order is yes, no, plus pronoun, plus will, want. Міне осылай ережені жазып аламыз оқушылар. Next, exercise 3. Write sentences with will and want and the verbs in brackets. Яғни бұл жерде осы ережеге байланысты will немесе want, яғни will болымды түрді келешектің, немесе want болымсыз түрін жазу керекпіз. Жақсаны ашып отырып, мен тез қазір оқып шығамын. Бірінші, мысал жазып қойған, енді бірден бастаймыз. I want to use my mobile phone. It will be cold in the Antarctic. I think she will phone me tonight. Төртіншісі, you won't get lost because you have got a map. Бесінші, I hope we will see penguins. Және соңғысы, it won't rain tomorrow, so you won't need waterproof clothes дейді. Міне осылай жазып аламыз. Келесі бізде exercise 4. Read situation 1-6 and make sentences with the phrase in brackets use will and want. Бұл жерде де балдар жақсаны ашып, біз 6 сөйлемді will немесе want қойып жазып шығу керекпіз. Бірінші, he won't eat hot food. Екінші, he will see in the dark. Үшінші, she won't be cold. Төртінші, they will talk to friends. Бесінші, you won't burn in the sun. Және алтыншы, I will get wet. Не осылай жазамыз. Және бесінші тапсырма exercise 5. Write questions about the future using the verbs in the box. Then ask and answer with a partner. Бұл жерде сұрақ қойып, балдар төбедегі қорапшаның ішіндегі сөздерді қолдана отырып, сұраулы сөйлем құраймыз болашақтың, және оған біз жауап беру керекпіз. Мен жазып өттім. Бірінші, will the weather change in the future? Yes, it will. Екінші, will polar bears become extinct? Yes, they will. Үшінші, will people live in the Arctic? No, they won't. Төртінші, will scientists study the weather? Yes, they will. Will all the Arctic ice melt in the next 10 years? No, it won't. Және алтыншы, will people kill all the mosquitoes? No, they won't дейді. Және соңғы тапсырма exercise 6. Activate. Write predictions about your future. Use the phrase below and your own ideas. Then ask and answer with people in your class. Бұл жеке орындалатын тапсырма балдар, яғни әркім өзінің болашағына қарай сұрақ қойып және жауап беру керек. Мен тек қана мысалдан бөлек бір сөйлем жаздым. Мына жердегі өздерінің әркім өзі орындайтын тапсырма, өйткені оқушылар әркімнің болашағы әртүрлі, сондықтан бұл тапсырманы жекеше орындайсыңдар оқушылар. Мысалға, will you live in a different country? Yes, I will. I will go to the USA. Міне балдар барлық тапсырмаларды орындап шықты. Жарайсыңдар. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.